Сәлем достар, біз бүгін Sea World деген жерге келіп жатыр. Теңіз әлемі. Қазір үшін көрсетіп боламыз. Sea World бұл Сан-Диего орталығынан небәрі 10 минуттық жерде орналасқан теңіз зоологиялық және тақырыптық саябақ. Ол жануарлар көрмелерімен, аквариум, аттракцион, шоу және ойын-сауықтарымен танымал. Бұл 1964 жылы ашылған ең алғашқы Sea World саябағы болып табылады. Саябақтың аумағында сувенир, киім, ойыншықтар сататын дүкендер, кафе, ресторан барлығы бар. Саябаққа кіру $57, шоулар мен аттракциондар билет бағасына кіреді. Кірген бойда ең бірінші көретіндеріңіз бұл Explorer Reef деп аталатын жаңа су бассейні. Бұл жерде сіздер кішкентай балықтар мен акуланың балаларын жақыннан көріп, қолмен ұстауға болады. Одан кейін біздің барғанымыз Dolphin Point деп аталады. Келушілер дельфиндермен бетпе-бет кездесіп, жақыннан көріп, мінез-құлқы туралы білуге болады. Және алдын ала қосымша ақшасын төлесе, дельфиндерге тамақта беруге мүмкіндік бар. Сондай-ақ стадионда дельфиндердің қатысуымен шоуда көрсетіледі. Okay, well, welcome to Dolphin Adventures, everybody. My name is Ryan. I'm going to be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Awesome. Yes. Here's what we do. We put those hands up in the air, clap them together, rub, 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 make them nice and warm, and then wipe them on that shirt. Some of the time. Okay. Whoa! Andrea, it kind of looked like I asked her to do that. Jackie, well, you met some of our... Мұнда жақын жерде пингвиндермен кездесу өтеді. Экспозицияда шамамен 400 пингвин бар. Олардың ішінде императорлық, корольдік және Адели пингвиндері де бар. Егер Sea World қосымшасын жүктеп алсаңыздар, қай уақытта қандай шоулар болады, алдын ала біле аласыздар. Сол арқылы біз түскі 2:30-да пингвиндерді тамақтандыратынды көрдік. Ал бұл оңтүстік Америка жағалауларында тіршілік ететін Магеллан пингвиндері. Олардың ең жасы 4 жаста болса, ең үлкені 26 жаста. Ал мына жер өте суық, себебі бұл жерде императорлық, корольдік және Адели пингвиндері бар. Олар Антарктикада тіршілік етеді. Олардың тіршілік ететін жері әдейі қараңғы етіп жасалынған. Бұл олардың Антарктикадағы табиғи ортасын дәлме-дәл бейнеленген және денсаулығы мен мінез-құлқын сақтау үшін арнайы жағдай жасалынып қойған. Біз қазір кіріп келе жатырмыз. Және бұл жерде әр экспозиция біткеннен кейін арнайы дүкендері болады. Ол жерде тақырыпқа сай ойыншықтар, киімдер, сувенирлер, барлық заттар сатылады. Неше түрлі сувенирларын сататын магазиндар жасап қойған. Әр жерден ақша жасайды. Ал бұл жерде Arctic Animal Track, яғни Арктикада тіршілік ететін жануарларды көруге болады. Маған ең ұнаған жануарлардың бірі ол ақ кит, яғни белуга. Ол өте асқақ, әрі ерекше тіршілік иесі нарварлардың туысы болып табылады. Түсінен бөлек басқа киттерден айырмашылығы арқа жүзбе қанаты болмайды. Бұл жерде жануарларды судың үстінен де астынан да көруге мүмкіндік бар. Mira.
Үшеуі де үш ақ киіп жүр мына жерде. Base Station Wild Arctic. Мұнда қонақтар Арктикадағы зерттеу станциясының интерьерімен таныса алады. Қызықты ақпарат айта кетейін, Атлант пен Тынық мұхитын Арктика арқылы байланыстыратын теңіз жолын табу мақсатында 1845 жылы Франклин экспедициясы басталады. Rebus Terror деп аталатын ұлыбританиялық кемелер 1845 жылы Атлантиканың аймақтарынан шығып, Арктиканы зерттеуге аттанған. 1846 жылы қысында Канада Арктикасындағы Кинг Уильям аралында мұзға тіреліп қатып қалады. Деректерге сүйенсек, кемелер тек 1848-50 жылдары батып кеткен, экипаж мүшелері барлығы қаза тапқан. Бұл кемелер 2014-16 жылдары өте жақсы сақталған күйде табылып, қазір зерттеліп жатыр. Бұл көрсетілген станция сол зерттеу командасының орналасқан орындары, тіректер, камералар, құжаттар мен ғылыми құралдарының макеттері көрсетілді. Атмосфераны толық сезіндіру үшін радиостанциялар жасалған, музыка дыбыстық атмосфералармен беріледі. Бұл жердің ішкі ауа температурасы мұздай салқын етіп бақыланып отырады. Кірпіштелген мұз қабырғалар және мұз үңгірін еліктейтін дизайн элементтері бар. Ақ аюлардың үндері мұздың ішінде, үздері, аяқтары. Жаңа деді? Ал бұл жерде морждар тіршілік етеді. Олардың еркектерінің салмағы 2 тоннаға жете, ұрғашыларының салмағы 1,5 тоннаға дейін жетуі мүмкін. Бұл үлкен екі азу тістері олардың күштерін көрсетуге және судан шығуға көмектессе, Арктиканың суық ауа райында оларды қалың майлары жылытады екен. Қазір соғат да бері қарай. Бұлар қатты сүңгейтін нелер ғой, жануарлар. Экспозициядан шыға отырып, арктикалық стильдегі, сонымен қатар SeaWorld логотипімен безендірілген тауарлар ұсынылады. Бұл Electric Eel болаттан жасалған американдық аттракцион. Олар ілмектерді, күрт бұрылыстарды және аударылған жүрек пішінін қамтиды. Жылдамдығы 100 км/сағат 45 метр биіктікке көтереді. Ұзақтығы 1-ақ минут. Аттракционға отыру тегін болғандықтан кезекке тұрған адам көп. Нұрлыбек кезекте 1 сағат тұрып аттракционға отырды. Қанша уақыт өттік? Почти 1 сағат. Міндік түстік де. Қалай? Қорқынышты ма? Нормально. Ондай қатты емес енді. Да? Время обеда. Сыналарын өзін сауы бар кесін. Келесі Ocean Explorer, теңіздің тылсым әлемін зерттейтін керемет көрме. Мұнда шаяндар, ұзын денелі үгірілер және ақылды сегізаяқтар сияқты ерекше теңіз жаратылыстарымен жақынырақ танысуға болады. Қанатында ештеңесі жоқ, үй тұрғана 1, 2, 3, 4. Байқап тұрған жоқсың ба? Тас сияқты тұрған. Ананы қара. Міне, қыз қарашты. Адам жүрсін. Вау. Мен кіре аламын ба? Наны қара. Не бұл? Мына жерге кіру үшін, медузаларды көру үшін осынша очередь мынау бүйтіп айналып келдік мына жақта. Мына жақтан былай өту керек. Осылай бұл жақта очередьқа тұрып, адамдар ешқайда асықпайды, тұра береді.
Jewels of the Sea медуза көрмесі теңіздің жұмбақ әрі сұлулығымен таныстыратын әсерлі орын. Мұнда әртүрлі пішін мен түстегі медузалар арнайы жарықтандырылған аквариумдарда баяу қалықтап жүреді. Бұл көрініс нағыз гипноздай әсер қалдырады. Бұл көрмеде ай медузасы, қызыл жолақты медуза, атлас медузасы, фосфорланатын медузалар көруге болады. Медузаларда ми, жүрек, өкпе болмайды. 90-95% судан тұрады. Медузалар 500 миллион жыл бойы өзгермей келе жатқан ежелгі жаратылыстар. Бұлар тез қойылады екен бір түрлі. Миди құштарға қайретін екен. Медузаға. Шықтық медузадан. Ондай аттракциондары бар, қасында балаларға арналған. Келесі біздің барғанымыз Turtle Reef деп аталады. Келушілер теңіз тасбақаларының өмірін жақыннан көре алатын жер. Бұл үлкен аквариум табиғи рифтік ортаға ұқсас етіп жасалған, және онда екі түрлі теңіз тасбақалары тіршілік етеді. Атап айтсақ, жасыл теңіз тасбақалары және қоңырау тәрізді тасбақалар. Одан бөлек рифтік өсімдіктер, балықтар мен скаттар тіршілік етеді. Қай істеген е? Апа орны. Жақын маңда Shark Encounter орналасқан. Бұл жерде келушілер акулалардың табиғи ортасына еніп, оларды жан-жақты көре алады. Бұл көрме шамамен 1 миллион литр тұзды су аквариумы. Оның ішінде 17 метр тереңдікте акрил туннель бар. Бұл жерде акуланың 5 түрі тіршілік етеді. Жалпы акулалар басты қоректенуші емес. Олар мұхит экожүйесін сақтау үшін маңызды. Аурушаң не әлсіз балықтарды жеп, суды таза ұстайды. Көп жылдар бойы адамдар акулаларды тағам ретінде, дәрі-дәрмек пен дәрумен ретінде пайдаланып келген. Акуланың тісі қару мен әшекей жасауға, терісі наждық қағаз ретінде қолданылған. Бүгінде кейбір акула түрлері жойылу қаупінде тұр, себебі акулалар баяу өсетін балықтар. Және бір ғана ұрғашы акула бүкіл өмірінде бірнеше жүз ғана шабақ туады. Акула еті танымал тағам, дегенмен акуланың денесіндегі ең бағалы бөліктері оның жүзбе қанаттары. Кей елдерде кептірілген акула қанаттары деликатес болып саналады, және акула қанаттарынан сорпа дайындайды. Акула қанаттарын аулау кезінде тек қанаттары ғана алынып, қалған денесі теңізге лақтырылады. Экспозициядан шығар есігінде мегалодон акуланың бас сүйегінің жасанды репликасы орнатылған. Олар шамамен 50 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Ұзындығы 14 метр, салмағы 50 тоннаға жететін болған. Олар киттарға шабуыл жасаған. Жойылып кету себебі жұмбақ болып қалған. Келесі біздің кешігіп барған жеріміз бұл Sea Lion Point. Назарда теңіз арыстандары шоуы. Калифорниялық теңіз арыстандарының қатысуымен өтеді. Және бұл шоу көңілді әрі танымдық сипатта, комедиялық сюжетпен сүйемелденген. Ол теңіз арыстандарының қабілеттерін, зеректігін және әлеуметтік мінез құлқын ерекше атап көрсетеді. Бұл Кариб фламинголары. Артемия, яғни кішкентай шаян тәрізділер мен көк жасыл балдырларды жейді. Дәл осы азықтар олардың табиғатта ақ түсті болатын қауырсындарының қызғылт түске боялуына себеп болады. Мынау типа не, да? Ұтуға болады саған? Ұзын екен. Мына жерде үстің су болса кептіруге болатын жер бар. Бірақ $6 дейді. Шоулардың арасында бізге ең қатты ұнағаны касаткалар шоуы.
Олар өлтіруші кит деп те аталады. Бірақ бұл атау олардың басқа теңіз жануарларын аулайтынын білдіреді. Шын мәнінде олар кит емес, дельфиндер тұқымдасына жатады. Олар өте интеллектуалды, әлеуметтік және үйренуге бейім тіршілік иесі. Олар ұжыммен аң аулайды. Бұл аңшылық әдістері кейде қасқырлармен салыстырылады. Олар пингвин, итбалық, тіпті акулаларды да аулауы мүмкін. Касаткалар топпен өмір сүреді. Бір топта 5-тен 30-ға дейін касатка өмір сүруі мүмкін. Топ мүшелері өмір бойы бірге жүреді. Касаткаларда матриархат, яғни ұрғаншылары топты басқарады. Әр топта өзінің тілі мен дыбыстық белгілері болады. Олар шамамен 30-35 жыл, кейде 80 жыл өмір сүреді. Өткенде Американың тәуелсіздік күнінде түсіріп тұрдық қой, елкі сияқты мынау не? Бұл Sky Tower бақылау мұнарасы. Билет құны адам басына $6. Түскен ақша жануарларды емдеуге жұмсалады. SeaWorld Сан-Диего саябағындағы ең биік және тыныш аттракциондардың бірі. Бұл панорамалық шолу ұсынатын арнайы кабина. Ол биік мұнара бойымен жай айналып көтеріледі. Тынық мұхитымен саябаққа көрініс ашылады. Биіктігі 98 метр, ал ұзақтығы 5-6 минут. Бұл Rescue Riders шоуы. BMX велосипедшілері, трюкті самокатшылар сахнада шеберлік көрсетеді. Олар секіру, айналу, ауада сальто жасау сияқты көріністер көрсетіп, көрермендердің таңданысын тудырады. Ұзақтығы 15-20 минут. SeaWorld Сан-Диего саябағындағы отшашу бұл кешкі шоу бағдарламасының ең әсерлі және есте қаларлық бөлігі. Ол әдетте мерекелік күндері және жаз мезгілдерінде жұма, сенбі, жексенбі күндері болады. Уақыты саябақ жабылар алдында 5 минут болады. Назарларыңызға рахмет. Бізді қолдап тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады.